Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге дауысқа арналған жаттығумен бөлісемін. Бұл жаттығу бізде басқа жаттығулардан ерекшеленеді, өйткені ол бізде дауысымыздағы кедергілерді алып тастауға, біздің табиғи дауысымыздың қандай екендігін бізге көрсетуге көмектеседі. Егер де бұл видеоны толық көретін болсаңыздар, мен сіздермен ол жаттығумен бөлісемін. Ал сіздерге менің видеом ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, мен өткен видеоларда айтқанымдай, бұл дауыс бізде музыкалық аспап секілді. Сіздер кез келген музыкалық аспапта ойнамас бұрын оны настройка жасап аласыздар. Және сол секілді сіздер де өздеріңіздің дауыстарыңызға настройка жасауларыңыз қажет болады. Яғни өздеріңіздің табиғи дауыстарыңызды сіздер ретке келтірулеріңіз керек. Ал ол үшін сіздер қазір мен айтатын жаттығуды күнделікті жасасаңыздар жеткілікті. Егер де сіздер оны күнделікті жасайтын болсаңыздар, бір айдың ішінде сіздер өте үлкен нәтижеге қол жеткізесіздер. Болса бастайық. Мен сіздерге айта кетейін, негізі дикцияға арналған кез келген жаттығуды сіздер орныңыздан тұрып жасайсыздар. Оны отырып жасауға болмайды. Өйткені сіздер отырған кезде сіздердің диафрагмаларыңызға ауа дұрыс жиналмайды, немесе ол ауа бізде кедергіге ұшырап қалады, яғни сіз отырып тұрғандықтан сіздің даусыңыз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сол үшін де сіздер бұл жаттығуды орныңыздан тұрып жасайтын боласыздар. Алдымен сіздер орныңыздан тұрасыздар, және де иықтарыңызды, еріндеріңізді, барлық дене мүшелеріңізді босаңсытып аласыздар. Яғни дене мүшелерінің барлығын жай ғана бос күйде ұстайсыздар. Ал одан кейінгі кезекте сіздермен дауысты әріптерді барынша созып айтатын боламыз. Олай болса бастайық. Бірінші кезекте қолдарымызды көкірегіміздің үстіне қоямыз. Және де одан кейін бізде А дыбысы, яғни бірінші осы дыбысты біздер А дауысты дыбысын барынша созып айтамыз. Ең алдымен терең тыныс аламыз, яғни диафрагмаға тыныс аламыз. Диафрагманың не екендігі, оған қалай тыныс алу керектігі жайлы мен сіздерге алдыңғы видеоларда айтқанмын. Оны сіздер үшін комментарийға қалдырып кетемін. Олай болса, бірге диафрагмаға тыныс аламыз, және де барынша А дыбысын созып, сол диафрагмадағы ауаны сыртқа шығарып тастаймыз. Олай болса, бірге жасап көрейік. Достар, осылай А дыбысын барынша созып айтасыздар. Яғни алғашында сіздердің дыбыстарыңыз 5 немесе 10 секундқа жету мүмкін. Яғни дауыстарыңыз бірақтан да, одан кейін күнделікті жаттығуды жасау барысында сіздердің дауыстарыңыз 25-20 секундқа дейін жетеді. Яғни сол нәтижеге жеткенше сіздер бұл жаттығуды қайта жасай берулеріңіз керек. Және одан бөлек, Адан бөлек У, И дыбыстарына, яғни кез келген дауысты дыбысты осылай сіздер қайталап, яғни диафрагмаға тыныс алып, ол дыбысты қайта шығарып сіздер айтсаңыздар, онда сіздердің дауыс қуыс, яғни сіздердің дауыстарыңыздағы кедергілер алынып тасталатын болады. Яғни осылайша сіздердің табиғи дауыстарыңыз әдемі және өздеріңізге сенімді дауыстарыңыз шығатын болады. Сол үшін де міндетті түрде бұл жаттығуды жасап көріңіздер, және де өздеріңіздің нәтижелеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Достар, егер де сіздерге менің көмегім керек болса, комментарийға жазсаңыздар болады. Немесе менің жеке сабағыма қатысыңыздар. Яғни біз сіздермен бірге дауысыңызды тез арада жақсартуға тырысамыз, және өзіңізге сенімділікті арттыруға көмектесемін. Осылайша менің бүгінгі видеом аяқталды. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.